Қайырлы күн, әріптестер. Бүгінгі дәрістің тақырыбы оқылым дағдыларын қалыптастыру жолдары деп аталады. Яғни жаңартылған білім беру бағдарламалары аясында қазақ тілі пәнін оқытуда оқылым дағдыларын қалай қалыптастыруға болады деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Оқылым дегеніміз не? Жалпы оқылым дегеніміз параққа түскен қатысымдық тұлғалардың мағынасы мен мазмұнын ой мен сана арқылы қабылдай отырып, мәтіннен нақты ақпаратты табу, түсіну, оны қабылдау және дауыстап не іштей оқу арқылы тілдік қатынасты жүзеге асыру. Қарапайым сөзбен айтқанда, мәтінге түскен ақпаратты, жазбаша ақпаратты түсініп, тани білу. Мәтінді не үшін оқимыз? Жалпы жаңартылған білім беру бағдарламасы сөйлеу әрекеттерін қалыптастыруға, сөйлеу әрекеттері арқылы тілдік құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған және оның негізгі құралы осы оқу мақсаттарын жүзеге асырудың бұл мәтін болып табылады. Жалпы мәтінді не үшін оқытамыз? Оқушы дүниетанымын кеңейтетін құрал, ауызша не жазба тілін қалыптастыру құралы, тілдік материалды ұтымды қолдану үлгісі. Кез келген жанр, стиль, мәтін түрі, тақырып, аудиторияға байланысты тілдік материалды қалай рәсімдеуге болады, қалай ұсынуға болады, соның тамаша үлгісі. Оқылым материалдары қалай таңдалу керек? Әрине, оқушының жасы мен тілдік деңгейіне сай, яғни 5-6 сыныптар үшін мәтіннің тілі күрделі болмағаны дұрыс, ал жоғары сыныптар күрделі тілдік құрылымдарды оқып түсіне алады. Әртүрлі тақырыпты, саланы қамтитын мәтіндер, білім, медицина, экология, тағы да басқа салалар, әртүрлі жанр мен стильдегі мәтіндер. Яғни оқушы әртүрлі жанр мен стильдегі формадағы кесте болсын, диаграмма болсын, таңба болсын, яғни әртүрлі формадағы мәтіндерді оқу және көлемдегі мәтіндермен жұмыс жүргізу. Оқылым ресурстарына не жатады? Әрине, өздеріңіз білетін оқулықтар, оқулықтағы материалдар, газет, журналдар. Газет, журналдарды көбіміз қолдана бермейміз. Негізінен бұл да тамаша құрал оқушылар үшін. Себебі газет, журналдарда мақалалар беріледі, хабарландыру, жарнама, кейбір авторлардың бір өзінің айдарлары болады белгілі бір тақырыпқа. Соны оқушыларға сыныпқа әкеліп ұсыну және соны оқып талдау. Сөздіктер, бұл міндетті түрде керек, әртүрлі синонимдік, антонимдік сөздіктер, түсіндірме сөздіктер, энциклопедиялар, мектептерде энциклопедиялар болады. Сол жердегі мәтіндермен де жұмыс жүргізуге болады. Электронды кітаптар, әрине бұл интернетте қолжетімді біраз кітаптар бар. Ғаламтор материалдары, әртүрлі ғаламтор осы материалдардың ішінде ең қолжетімді құрал, сондықтан ғаламтор материалдары, әрине сұрыптаудан өткен брошюра, афиша, немесе дәріхана, дүкендерде таратылатын әртүрлі жарнама ақпараттары берілген флайер дейді, немесе таратпалар. Бұлардың кесте, тіпті пойызға, самолетке мінетін билет, тағы да басқалардың барлығы рецепт, меню, яғни барлығы да оқылым ресурстары бола алады. Мәтінді не мақсатпен оқимыз? Мәтінді оқудың әртүрлі мақсат бар. Негізгі үшеуін атап өтейін. Бірінші, мәтіннің мазмұнын түсіну. Жалпы не туралы екенін түсіну. Әдетте көзімізді жүгіртіп тез оқып шығамыз. Басты мақсатымыз ақпарат не туралы екенін түсіну. Бұл жерде уақыт қысқа болады әдетте. Жалпы не туралы екенін көз жүгіртіп басынан аяғына дейін оқып шығу. Нақты ақпаратты табу. Бұл жерде мәтінді басынан аяғына дейін оқып, жалпы идеясын түсіну маңызды емес. Тек белгілі бір ақпаратты табуымыз керек. Мысалы, пайыздық көрсеткіштер, жылдар, белгілі авторлардың ой пікірлері деген секілді. Детальды түрде оқу. Әрбір сөздің мағынасын түсіну үшін. Мысалы, келісімшарт біздер детальды оқимыз, нұсқаулық детальды оқимыз. Кейде автордың ойын, тілдік қолданысын түсіну үшін де кейбір сөйлемдерді бірнеше рет оқуға дейін тура келеді. Яғни мәтінді не мақсатта оқитынымыз
мәтінді қалай оқитынымызбен тікелей байланысты. Бала осыны түсінуі шарт. Не үшін оқимыз? Көз жүгіртіп оқимыз. Тез ақпарат қарап шығу үшін оқимыз. Мұқият, детальді оқимыз. Яғни осылардың барлығы оқылымның стратегиялары дейді, немесе оқу мақсаттары әртүрлі. Одан кейін экстенсивті оқу, интенсивті оқу деп бөледі. Экстенсивті аты айтып тұрғаннан кейін көлемді материалдарды оқу. Ол мақала болуы мүмкін көлемді, немесе ол шығармалар болуы мүмкін, кітап болуы мүмкін. Яғни ағылшын тілінде reading for pleasure дейді, чтение для удовольствия, орысша, қазақша ләззат алу үшін оқу. Яғни адам өзінің қалыпты оқу жағдайына сай, асықпай, кәдімгі өзінің оқу темпіне сай, үзіп оқитын оқудың түрі. Келесі интенсивті оқу, бұл жерде мәтіннің мақсаты грамматикалық құрылымдарды түсіндіру, үйрету, сондықтан дәл тілдік мақсаттарды жүзеге асыру үшін оқылатын оқудың түрі. Енді оқылымның негізгі қағидаларына келетін болсақ, оқылым жай ғана пассивті оқу дағдысы емес. Яғни оқушы іштей ғана оқыды болды деп қарамау керек. Оған арнайы тапсырмалар беріп, талқылатып, сол бойынша рефлексия жасатып, оқушының барынша мәтіндегі материалды қорытуына, ішкі жаңағы дүние танымынан өткізуіне мүмкіндік жасау керек. Одан кейін оқушылар мәтінді оқу үшін қызығушылығын ояту керек. Ол не? Ұсынылатын мәтін қызықты, тақырыбы өзекті, белгілі бір ой саларлықтай болса ғана оқушылардың мәтінді оқуға деген қызығушылық оянады. Сондықтан мәтінді оқушыға талғаммен таңдап берген дұрыс. Оқушыларға мәтіндегі тілдік бірліктердің қызметі емес, оның мазмұны да маңызды. Бізде өкінішке орай мәтінді бергенде салғаннан, ал мына қара сөздердің астынсыз, мәтінді оқуда зат есімді тап деген сияқты тапсырма береміз, ал мәтіннің негізгі функциясы ақпарат беру, оқушыға дүние танымын кеңейту дедік, сондай болғаннан кейін оның мазмұны маңызды. Сондықтан алдымен мәтіннің мазмұнын түсініп алу, содан кейін барып тілдік құралдарға талдау жасау. Осыны естен шығармаған дұрыс. Болжау оқылым үшін маңызды фактор. Болжау дегенде қандай болжау? Оқылым немесе мақала тақырыбына, шығарма тақырыбына қарап, мазмұны не туралы болуы мүмкін. Берілген суреттер қандай ақпарат беріп тұр. Қосымша ақпараттар не дейді? Яғни адамда күнделікті өмірде мәтіннің формасына, жанрына, стиліне, ұсынылуына, тақырыбына қарап, бұл не туралы болуы мүмкін деген ішкі дайындығы болуы қажет. Сондықтан болжау да оқылым үшін маңызды фактор. Мысалы, кесте болса, онда ақпараттар, негізгі ақпараттар берілген. Билет болса, бағасына, күніне, уақытына қарау керек деген секілді. Егер мақала болса, негізгі ой қай жерде болады, қосымша детальдар, оның қай тұсына көбірек назар аударған дұрыс деген секілді болжау дағдылары аса маңызды. Құрылған тапсырмалар, яғни оқылым бойынша құрылатын тапсырмалар мәтін мазмұнын толық түсінуге қызмет ету керек. Яғни бір үлкен жақсы материал үшін, оқылым материал үшін бір ғана тапсырмамен шектелсек, да мәтінді толық түсінуіне жағдай жасамаймыз деген сөз. Мәтінді түсіну үшін оған әртүрлі тапсырмалар беру керек. Неге? Оқылым жай ғана пассивті дағды емес. Бала мәтінді бірнеше рет оқыған кезде ол бейсанаға кетеді. Бала бейсаналы түрде сөздерді жаттай бастайды, сөздердің мағынасын түсіне бастайды, олардың жазылуын есте сақтай бастайды, мәтіндегі лексикалық бірліктер, морфологиялық құрылымдар, сөйлем құрылымдары, солардың барлығын бейсанаға жібере бастайды. Яғни бұл бір жағынан оқушының оқу сауаттылығы, жаңағы грамматикалық сауаттылығына да септігін тигізеді. Құрылған тапсырмалар мәтін мазмұнына толық сәйкес болу керек дедік. Содан кейін сабақта мәтінмен толыққанды жұмыс жүргізу керек. Бұл не деген сөз? Оқылым мәтіні тыңдалым мәтіні сияқты үш кезеңнен тұрады. Оқылым алды, оқылыммен жұмыс және оқылымнан кейінгі тапсырма. Осы жаңағы қағида бойынша
толық тапсырманы құратын болсақ, ол бір 40 минутқа жеткілікті. Сондықтан мәтінмен толық жұмыс жүргізу оқушы үшін толық танысу, түсіну, талдау өте маңызды. Келесі, осы жерде ана тілін қалай оқыту керек деген кезде Жүсіпбек Аймауытовтың мына тамаша бір дәйек сөзі мысалға алуға болады. Салған жерден кітаптан оқыта бастамай, алдын ала сол әңгімеге балаларды даярлап алған жөн. Балалардың көргені, естігені жайынан сұрап, сурет көрсетіп, әлде бір оқылған сөйлеген нәрседен не өмірден алып, әйтеуір оқылатын әңгімеге балаларды төндіріп, ынталандырып алу керек. Яғни оқылым мәтінмен жұмыс жүргізу кәдімгі баланы дайындауды қажет етеді. Қандай да бір қызықсыз мәтін болса да, оған қызықты тапсырма құру мұғалімнің қолында. Немесе қызықты мәтінді нашар тапсырмалар құрып қызықсыз ету де мұғалімнің қолында екен. Енді мәтінмен жұмыс кезеңдеріне тоқталатын болсақ, тыңдалым секілді оқылым алды, оқылым тапсырмасы, оқылымнан кейінгі тапсырма деген 3 кезеңнен тұрады. Бұл сабақ жоспарын құрғанда негізгі қағида ретінде ұстанған дұрыс. Бұл кезде сіздің әдістемелік тұрғыдан құратын сабағыңыздың құрылымы, жүргізілуі дұрыс болып саналады. Оқылым алды тапсырма. Әдетте оқылым алды тапсырмада біз сабақ тақырыбын, сондай-ақ сабақта үйретілетін немесе сабақта іске асырылатын оқу мақсаттарын таныстырудан бастаймыз. Содан кейін мәтін тақырыбын ашуға бағытталған жаттығулар береміз. Мысалы, ой шақыру, миға шабуыл, болжау, мәтіндегі кейбір сөздерді, сөз тіркестерін, мақал мәтелдерді алдын ала беріп, балалармен талқылап алуға болады. Яғни, немесе жанр, стиль туралы ақпарат беруге болады, яғни баланы дайындау. Одан кейін оқылым тапсырмасы. Әртүрлі оқылым дағдыларын дамытуға арналған жаттығулар. Тыңдалым тапсырмасы секілді алғашқы жаттығулар жалпы мазмұнын түсінуге, кейінгілері нақты ақпаратты табуға арналу керек. Яғни бала мәтіннің не туралы екенін түсініп алмай тұрып, мәтіннен детальдарды, тілдік құралдарды, тағы да басқа нәрселерді табуға қиналады. Сондықтан оқылым тапсырмасына кемінде 2 жаттығу, 3 жаттығу берген дұрыс. Оқылымнан кейінгі тапсырма мәтінде көтерілген мәселеге, ақпараттарға байланысты талқылау сұрақтары. Енді оқушы рефлексия жасау керек. Мәтінді оқи отырып. Мұндағы сұрақтар олардың үйренген жаңа сөздерін, кездестірген сөздерді қолданып жауап бере алатындай ұйымдастырылуы керек. Сонымен қатар сұрақтар оқушылардың өмірімен, жеке тәжірибесімен, қоғамда айналада көріп жатқан мысалдармен тікелей байланысты болғандыр. Сол кезде оқушы ақпаратты қорытып, өмірмен байланыс орната алады. Одан кейін, оқылымнан кейін әрине жазылым, грамматика, айтылым секілді дағдылармен жұмыс жүргізіп жалғастыра беруге болады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Оқылым мәтіндерімен қысқаша ақпарат осы.